Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін өте дәмді қытырвақ қаттама нан дайындаймыз. Каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 1 стакан жылы су, 1 шай қасық тұз қажет. Жақсылап араластырамыз. Тұзымыз еруі қажет. Одан кейін жақсылап араластырып, ұн қосамыз. Ұнның мөлшері 350 грамм. Жақсылап ұнды қосып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, қамырымызды илеген кезде өте жұмсақ, эластичный қылып илейміз. Міне видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ және қолға да жабыспайтын қылып илеу қажет. Қамырымызды 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді міне қамырымызды жаямыз. Әдемілеп жұқалап жаямыз қамырды. Қамырдың жұқалығы 5 бармақтың қамырындай болу керек. Одан кейін бізге осындай 72%-тік щедрое лето маргарины қажет. Ертіп аламыз да қамырымызға жағып шығамыз. Міне қамырымызға жағып шықтық. Бәрін орап, осылай слоеное тесто дайындаймыз. Міне қамырымыз дайын болды. 1 сағатқа морозильникке немесе 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Бұл бізге майы жақсы сіңіп тұруға көмектеседі. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Осындай бөліктерге бөліп, бізде слоеное тесто болып шықты. Жақсылап жаямыз. Жұқа етіп жаямыз. Шелпектегідей қылып, жұқа қылып, жақсылап осылай жаямыз. Міне достар, бәрін жақсылап дайындап бітірдік. Бір зуала қамырдан 7 жаңағы қаттамадан шығады. Одан кейін майымызды қыздырамыз. Майымыздың көлемі көп болмау керек, осы видеодағыдай болу керек. Сол кезде қытырвақ болып піседі. Міне достар, қаттама нан дайын, өте қытырвақ, дәмді, әрі рецепті өте оңай. Шаймен ішіп аламыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын достар.